Қайырлы күн, құрметті қыз-келіншектер. Келесі сабағымызды бастаймыз. Егер де сіз дәл осы сабақты көріп отырсаңыз, өте қатты қуаныштымын. Сіз алғашқы TikTok-пен миллион атты табыс табуға алғашқы қадамдарды жасадыңыз деп ойлаймын. Бұл бізде келесі сабақ. Мені қолдап қойыңыздар, міндетті түрде тіркеліп, маған күшті комментарийлер жазыңыздар. Мен алдағы уақытта бұдан да керемет ақпараттармен сіздермен бөлісетін боламын. Жалпы мен үйде отырған ана, 5 баланың анасымын. 2019 жылдан бастап TikTok арқылы табыс тауып жүргеніме уже 4-ші жыл болып жатыр. TikTok арқылы елдер TikTok-пен табыс табуды ойларына алмай жүрген кезде, TikTok деген ол просто баланың қолындағы қарапайым ойын ойнайтын немесе бір 19 жылдан бастап TikTok арқылы табыс таба бастадым деп сіздерге алдыңғы сабақта айттым. Көп адамдар осыдан 3 жыл бұрын TikTok-ты баланың қолындағы қарапайым ойындарды көретін, ойын сауықтарды көретін қарапайым құрал ретінде қараса, мен TikTok-ты 2019 жылдан бастап ақша табу құралы ретінде пайдалана бастадым. Бірақ көпшілік айтады, жарайды, TikTok арқылы миллион табуға болса, неге сен осы күнге дейін айтқан жоқсың деп айтқан маған кісілер өте көп болды. Оның себебі менде бірінші кезекте оны айтуға менде опыт болған жоқ. Яғни екінші жүзіне мен оған әлі дайын болған жоқпын. Үшінші кезекте мен өзім шешім қабылдадым. Неге мен өзімнің білген білімімді елдерге бөліспеске? Егер де менің миымда қазіргі таңда мен соңғы кезде миымда өте көп ақпараттар көбейе бастады. Ақпараттар көбейгеннің арқасында мен оны миыма жаңа ақпараттардың келуіне жаңа бос орын болмай жатыр. Сондықтан мен қазір сіздерге бар білгенмен бөлісу арқылы мен не істеймін? Сіздерге бөлісу арқылы мен ойымды тазартамын, және де маған одан да күшті идеялар келеді. Сондықтан да білгеніңді бөліскен ол қайырлы және сауапты істердің қатарында. Ал қыздар, сабағымызды бастаймыз. Қараңыздар, бүгін мен сіздерге TikTok пен Instagramның айырмашылығын айтып берем. TikTokта мен алдыңғы сабақта бұл жайлы толыққанда айттым, және бір рет қайтарам. Сіз TikTokта, мысалы қараңыз, TikTokта Instagram. Қыздар, бүгінгі сабағымызда TikToktың табыс табу жолдары туралы мен сіздерге қысқа нұсқа айтып кетейін. Бүгінгі қараңыздар, TikTokта табыс табудың жолдары бірінші кезекте, егер сіз блогер болсаңыз, яғни сіз асхана әлемінде тамақтар пісіретін болсаңыз, өзіңіздің YouTube каналыңызды жүргізу мақсатында TikToктан оқырмандар жинауға болады. Екінші кезекте, егер де сіз бизнеспен айналысатын болсаңыз, өзіңіздің бизнесіңізді дамытып, стримге шығып, кез келген өнімді сатуыңызға болады. Егер де сіз жаңағы нелер болады ғой, жаңағы өзін атақты қылғысы келетін адамдар болса, тоже TikTok арқылы өзіңіздің бір видеоларыңызды салып, сол арқылы дамытсаңыздар болады. TikTokта Instagramға қарағанда, TikTokта өте тез қатты дамисыздар. Себебі TikTok просмотрды өте қатты жинап береді, комментарияны, лайкты да тез жинайды, ал Instagramда охватты көтеру өте қиын. 2019 жылдан бастап, қараңыздар, 2019 емес, шамасы 2017 жылы Instagramды қолға алған кісілер қазір не істеді? Сол кісілер танымал, атақты болды. Өзінің тұрақты клиенттерін, подписчиктерін жинау арқылы қазір ол кісілер 2017 жылы Instagramды қолға алған кісілер ұтты. Себебі олар не істеді? Олар дәл қазір қарапайым бір Қытайдың затын реклама жасаса да, олардікі өте береді. Себебі олардың тұрақты оқырмандары бар, подписчиктері бар, олардың оқырмандары, олар ақ десе де, қара десе де соған сенеді. Яғни 2017 жылдан бастап Instagramды дамыту керек, Instagramды қолға алыңыздар деген курстар сатыла бастады, бірақ оны көп адам елеген жоқ. Instagram парақшаларын ашты, дұрыс жүргізген жоқ. Былай қарағанда, серьезно қараған жоқ. Дәл сол сияқты, дәл қазір бізде байқасаңыздар 2020, 21, 22, 23 жылы былтыр TikTok қатты дамыған жоқ. TikTokта табыс бар екен көп адам білген жоқ. Бірақ елдер не істей бастады? Instagramда қазір сату қиындап кетті, конкуренттер көбейді. Екінің бірі таргет шығаратын болды, екінің бірі жарнама жасайтын болып, конкурент көбейіп кеткендіктен елдер TikTokқа көше бастады.
Яғни 2024 жылы 2024 жылы бізде хит болып жатқан, яғни TikTok. Елдер қазір TikTok арқылы таргет жіберіп жатыр, елдер TikTok арқылы стримге шығып өзінің өнімдерін сатып жатыр. Дәл сол сияқты сіз де біреудің сатып жатқан өніміне қарап қызығып отырмай, дәл қазір өзіңіздің кәсібіңізді алып бастап кетіңіз. Енді қыздар қараңыздар, мысалды кез келген бизнесте жетістікке жету үшін нақты мен сіздерге айтайын. Жалпы мысалы сіз TikTokта өнім сату керек, TikTokта миллион табуға болады деп айтып жатырмын ғой. Бірақ сіз TikTokта миллион табу үшін де, TikToктан табыс табу үшін де сіздің қолыңызда өнім болу керек. Немесе сіз өзіңіздің бір кәсібіңіз болу керек. Немесе сіз өзіңіз бір бизнесіңіз болу керек. Мен сізге мысалы қараңыз, сіз мықты психолог болсаңыз, өзіңізді дамыту арқылы TikTokта өзіңізді дамытып, өзіңізге жаңағы психологиядан қиналып жүрген адамдарға көмек көрсетсеңіз болады. Егер де сіз ағылшын тілі мұғалім болсаңыз, ағылшын тіліне курстарға адам жинасаңыздар болады. Егер де сіз мысалы базарда тұрып киім сататын болсаңыз, стримге кіріп өзіңіздің киімдеріңізді прямой эфирде сатсаңыздар болады. TikToктың беріп жатқан бізге мүмкіндігі өте көп. Оны біз дұрыс пайдалана білу керекпіз. TikTokқа ашып қойып, өтірік жарнама салып, өтірік реклама жасауға болмайды, қыздар. TikTok шынайылықты жақсы көреді. Яғни біз ешкімді алдай алмаймыз. Адамдар баяғыда емес, уже өтірік жарнамаларға алданып болған. Қазір өтірік алдамай, адамдарға тек қана шынайылықты көрсету керек. Сонда сіздердің оқырмандарыңыз сіздерге сенеді, яғни сіздердің өнімдеріңізді алатын болады. Жалпы қараңыздар, мен TikTokты зерттесең, оның енді зерттесең өте көп енді. Жалпы мен сіздерге айтайын, TikToктың өзінен керемет видеомонтаждар жасауға болады. Бұрында мен TikTokта InShot, CapCut приложенияларын қолдану арқылы видеомонтаж жасап TikTokқа салатынмын. Қазір менде ол проблема шешілді. Дәл қазір мен TikToктың өзінде видеомонтажымды жасаймын да, өнімдерімді прямой TikTok арқылы сала беремін. Сондықтан да мен сіздерге айтамын, қыз-келіншектер, дәл қазірден бастап TikTok аккаунттарыңызды ашып, өзіңіздің кәсіптеріңізді бастап кетіңіздер. Ал қыздар, қазір мен сіздерге күшті бір ақпаратпен бөлісемін. Сабақты соңына дейін қараңыздар. Ал кеттік. Қыздар, мен сіздерге бір күшті сабақпен бөлісейін деп тұрмын. Яғни біз жалпы мен сіздерге бұл тақырып сабақты өтудегі мақсатым, яғни бизнесте табысқа шыққымыз келеді. Табысқа шығуымыз үшін бізде бірінші кезекте қараңыздар, TikTokпен табыс тапқыларыңыз келсе, қыздар, TikTokпен табыс тапқыларыңыз келсе, мына жерге TikTokпен табыс деп жазайық, қараңыздар. TikTokпен табыс тапқыларыңыз келсе, бірінші кезекте сіздерде ниша болу керек. Міндетті түрде ниша болу керек. Яғни ниша дегеніміз не ол? Айналысып жатқан кәсіп болу керек. Қолыңызда міндетті түрде кәсіп. Мұғалім боласыз ба, медсестра боласыз ба, дәрігер боласыз ба, айырмашылығы жоқ. Екінші кезекте сізде, бірінші кезекте нишаны таңдап аламыз ғой, екінші кезекте сізде нишаны таңдап болғаннан кейін TikTok парақша болу керек. Осыларды міндетті түрде жазып алыңыздар. TikTok парақша болу керек. Қараңыздар, қыздар. Үшінші кезекте бізде Instagram болу керек. Мен Instagramды жүргізбейін, тек қана TikTokты жүргізем деуге болмайды. Біз TikTokты да, Instagramды да не істеу керекпіз? Бірге алып жүру керекпіз. Мына жерде қазір сіздерге экранда бұл теріс көрініп жатыр. Мен айтып жатқандарды сіздер мұқият жазып алсаңыздар болады дәптерге. Ниша болу керек бірінші кезекте, екінші кезекте TikTok парақша болу керек, үшінші кезекте Instagram міндетті түрде болу керек. Төртінші кезекте қыздар, сіздерде запасы бітіп қалыпты. Міндетті түрде қыздар WhatsApp бизнес болу керек. Көрдіңіздер ма? WhatsApp бизнес болу керек. Міндетті түрде WhatsApp бизнестің пайдасы туралы мен алдыңғы сабақтарда салып қойдым. Қарап шығыңыздар, себебі WhatsApp бизнес жұмысымыздың оңай жүруіне әсер етеді. 100% адам болса, 80% адам WhatsApp бизнес жайлы толық ақпарат білмейді. Мен осы жалпы өзім айтайын, WhatsApp бизнес жайлы мен сабақ өткем алдында. Сабақ сатып алғам тоже. Көрдіңіздер ғой, ниша болу керек, TikTok парақша болу керек, Instagram болу керек, WhatsApp бизнес міндетті түрде болу керек. Енді кезекте қараңыздар. Бесінші кезекте
біз нишаны таңдап алдық. Иә, мысалы, білім болу керек қыздар. Сіздер өтірік тиктокқа шығып алып, жарнама жасап сата алмайсыздар. Сіздерде міндетті түрде білім болу керек. И 6-шы кезекте қыздар жоспар болу керек. Не үшін біз жоспар жазамыз? Себебі біз нақтылап аламыз. Не сатамыз, қандай өнім сататынымызды, не үшін біз тиктокты пайдаланып жатырық, просто өзімізді реклама жасайын деп жатырық па, или әдемі киінгенімізді, тамақ жегенімізді, или болмаса бизнесімізді жүргізіп миллиондап табыс тапқымыз келе ма, сол туралы нақты жоспарыңызды мына жерге жазып аласыздар. Жоспарды құрып қоясыздар. Қандай жоспар, қандай контенттер түсіремін, қандай видео түсіремін, қандай өнімді түсіремін деген сияқты бір видео қайталана беруге болмайды. Жоспар міндетті түрде сіздерде болу керек. Қыздар 7-ші кезекте сіздерде имидж болу керек. Имидж дегеніміз не ол? Сіздер тикток парақшаны жүргізген кезде, тиктокқа шығатын кезде жалбыраған шаш, өсіп кеткен тырнақ, қатты боялған қас, үй шашылып жатқан үймен шығуға болмайды. Имидж міндетті түрде болу керек. Яғни сіз тиктокқа шыққан кезде жинақы, әдемі, ұқыпты болып, кез келген видео, сабақ болсын, не түсірген кезде міндетті түрде имиджді не істейсіздер? Назар аударасыздар. И 8-ші кезекте қыздар қолдарымызда өнім болу керек. Міндетті түрде өнімдеріңіз болса, кез келген дүниені көрсетіп, елдерге ұсынып, тикток арқылы қорқпай сата беруге болады. Енді қараңыздар, жалпы мен сіздерге осы жерде тикток арқылы болатын 8-ақ фишканы айттым. Әлі бұдан бөлек 30 фишка бар. Бүгінгі сабақта мен сіздерге 8-ін айтайын, бөліп айтайын. Қараңыздар, бірінші кезекте тиктокпен табыс табу үшін нишаны тауып аламыз, немен айналысамыз? Сонымен тикток парақшаны ашып аламыз, инстаграм міндетті түрде, WhatsApp бизнес сіздерге қазір бәрін жеке-жеке түсіндіріп өтемін. Қараңыздар қыздар. Жалпы қыздар, мынаны ұмытпаңыздар. Біздің видеомыз тиктокта да жүру керек, инстаграмда да жүру керек. Сіздің видеоңызды елдер ашқан кезде сіз инстаграмда да, тиктокта да, WhatsApp бизнесте де жүру керексіз ғой. Сол кезде сізге клиент жан-жақтан ағылып келе беретін болады. Енді қыздар, мынаны жазып алдыңыздар ғой, ниша, тикток парақша, инстаграм, WhatsApp бизнес, білім, жоспар, имидж керек и өнім. Ал енді қыздар, келесі мен сіздерге күшті не айтайын бүгін сабақ. Мен жалпы осы тикток арқылы 3 жылдан бері қаншама клиенттерім, менеджерларым енді болды ғой осы неде. Тиктоктан келген енді өте көп енді. Тиктоктағы клиенттеріме рахметімді айтам, өте бір тамаша, ақ көңіл, сондай адал жандар, ешқандай да бір жаман адамды, мені алдап кеткен адам ешқашанда болған емес, тикток арқылы келген. Жалпы қараңыздар, енді бірінші кезекте қыздар, тикток парақшаны ашқаннан кейін міндетті түрде не істейміз? Бірінші кезекте біз бизнес аккаунтқа ауыстырамыз. Бизнес аккаунтқа ауыстырғаннан кейін тиктокты тұрақты түрде жүргізу керекпіз. Ол үшін бізде, қараңыздар қыздар, не сіздерге айтайын? Біздің көп қыз келіншектердің бизнесте табысты болмай жатқаны, бизнесте өспей жатқанының бірден-бір себебі фокус жоқ. Яғни, қайсы бірі сызылады? Бәрін балдар ойнап тастады. Фокус бір жерде емес. Түсіндіңіздер ма? Не? Біздің фокусымыз қайда? Біздің фокусымыз жан-жақ қарай шашырап кеткен. Міне. Сондықтан бізде миллион теңге табыс жоқ. Түсіндіңіздер ма? Міне. Миллион теңге алу үшін сіздер 1 миллион теңге айлық алғыларыңыз келсе, қыздар. Бәрін ойнап тастады. 1 миллион теңге алғыларыңыз келсе, қыздар, міне. Так, миллион теңге айлық алғыларыңыз келсе, сіздердің фокустарыңыз бір жерде болу керек. Фокус дегеніміз бұл назар. Яғни біздің назарымыз қайда? Ақша сонда. Назарыңыз қайда? Мысалы қара, назарыңыз қайда? Назарыңыз сіздің MV деген компанияда, или Oriflame деген компанияда, Mary Kay деген компанияда. Или болмасам, сіздің фокусыңыз, мысалы, сіз мысалы қараңызшы, сіз жалпы мен қазір уақытта NL компаниясы жұмыс жасаймын, и осы TikTok арқылы табыс табуды үйретемін адамдарға. Менің егер фокусым, қазіргі таңда менің фокусым тек қана елдерге TikTokпен табыс табуды үйретіп жатырмын. Яғни мен шәкірт тәрбиелеп жатырмын. Өзімнің шәкірттерім табысқа шығарып жатырмын. Менің фокусым қазір тек қана TikTokты үйрету елдерге.
осы жерде ақша бар екен, осы жерде миллион бар екен көрсету. Егер де сіздің фокусыңыз белгілі бір бизнесте болатын болса, қыздар, назарды мына жерге қоясыздар. Сіздің назарыңыз осы жерге түскен кезде, сіздің назарыңыз үлкейе береді, үлкейе береді, үлкейе береді, үлкейе береді. Және де 3 жыл уақыттың ішінде мына үлкейіп не істейді, жемісін беріп нәтиже көре бастайсыздар. Кез келген бизнеске келген кезде, қыздар, дұрыс көрсетпей қараңыздар, кез келген бизнеске келген кезде бірінші кезекте біз жоспар құрамыз. Яғни, қыздар, жоспардың 3 түрі болады. Ал қыздар, қараңыздар, кез келген бизнесте табысты болу үшін бірінші кезекте бізде мақсат болу керек. Яғни, қыздар, қараңыздар, мына мақсаттарыңызды жазып қойын. Яғни бізде мақсат 3-ке бөлінеді. Бірінші, екінші, 3 түрлі мақсат. Тоже дәптер, ручка, блокнот алып жазып алыңыздар. Бірінші мақсатымыз бұл біздің қысқа мерзімді мақсат. Қысқа, өте қысқа. Яғни бұл 3 ай мен 6 айдың арасында орындалатын мақсат. 3 айда, 6 айда қандай мақсат істеңіз, сол қысқа мерзімді. Екінші кезекте бұл біздің жаңағы қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді. Яғни ұзақ мерзімді мақсатымыз 1 жыл мен 3 жылдың арасы. Осы 1 жыл мен 3 жылдың арасына жоспар құрасыздар. Үшінші, бұл жоспарлы мақсатымыз болады. Яғни жоспарлаймыз. 10 жылда үй алам. 10 жыл, примерно 20 жылда болатын. Мысалда, 10 жыл мен 20 жылдың арасы болады. Яғни 10 жылда мен үй аламын. Мысалы, бір жерге көшем, Астанадан үй аламын, Египетке барамын, мысалы, шетелге шығамын деген сияқты өздеріңіздің 10 мен 20 жыл мақсатыңызды қоясыздар. Бірақ бизнеске келген кезде біздегі нақты мақсат мынау болу керек, ұзақ мерзімді мақсат болу керек. Сіздер енді жүрмейсіздер ғой, жоспар құрып алып, 10 мен 20 жылдың арасында бизнесте табысқа шығамын деп. Сіздердің мақсаттарыңыз ұзақ мерзімді мақсат. Яғни біз бизнеске келген кезде біз мына жердегі фокусымызды 3 жылға қоямыз. Аз дегенде. 3 жылға жоспарымызды құрдық, қыздар. Кез келген бизнес болсын. Міндетті түрде сетевой компания болу шарт емес, қыздар. Қандай да бір кәсіппен айналысыз ғой, қандай кәсіп, тігіншісіз ба, ағылшын тілі мұғалімсіз ба, ол айырмашылық жоқ. Қандай бизнес болсын, блогерсіз ба, ол маңызды емес. Біз 3 жылға мақсат қоямыз. Қандай бизнес болса да, міне, 3 жыл. 3 жылға жоспар құрдық. Көрдіңіздер ме, міне? Біздің фокусымыз, біздің назарымыз осы 3 жылдық мақсатта болу керек. 3 жылдың ішінде сіздер осы жерге назарларыңызды қойсаңыз, назарыңыз үлкейе береді, үлкейе береді, үлкейе береді, үлкейе береді, үлкейе береді. Бір күні ол не істейді? Алманың ағашы сияқты сізге жемістер бере бастайды. Ол үшін, мына жемістерге жету үшін бізде бірінші кезекте, қыздар, жазамыз дәптерге, тұрақтылық керек. Ары-бері әр сетевойдың басын ұстасаңыздар кетесіздер. Тұрақтылық міндетті түрде. Тұрақты сізді табысқа шығарады. 100% дәлелденген. 100% тұрақтылық болса, міндетті түрде нәтиже көресіздер. Тұрақтымын деп жатып алмаңыздар, 3 жыл бойы әрекет жасау керек. Екінші кезекте, қыздар, әрекет жасау керек. Міндетті түрде әрекет, тұрақтылық, әрекет 3-ші кезекте нәтиже болады. Сіздер мына жерде тұрақтылық дегеннің ішінде өте көп не жатыр, мағына жатыр. Әрекет жасап, қимылдау керексіздер, күнделікті. Мысалы, қараңызшы, бүгін сіз таңертең ұйқыдан тұрдыңыз да, бүгін таңертең ұйқыдан тұрдыңыз. Сіздің бір күніңіз бір күнге ұқсамау керек. Бүгін таңертең тұрдың, ана істеңіз, тура сол жұмыс болмау керек. Сіздің бір күніңіз, қыздар, мына сөзді жазып алыңыздар, прям дұрчкаға. Бір күніңіз бір күнге ұқсамасын. Егер сіздің бір күніңіз бір күнге ұқсады ма, значит, сіз өспей жатсыз, дамымай жатсыз. Бір күніңіз бір күнге ұқсамасын, иә? Күнге ұқсамау керек. Түсіндіңіздер ма? Міне. Осының бәрін жазып алыңыздар. Мына жерде менің немді балдар ойнап тастапты. Мен сіздерге жаздым. Тұрақтылық, әрекет, нәтиже.
мына жерге қараңыздар, фокусты 3 жылға қоямыз дедім. Мақсатымыз 3-ке бөлінеді. Ұзақ мерзімді мақсат, қысқа мерзімді мақсат, яғни жоспарлы мақсат. Оны өздеріңіз дәптерге жазасыздар. Жалпы TikTok арқылы табыс тапқанда міндетті түрде сіздерде білім болу керек. Мысалы, сіз арықтау марафон жүргізетін жүргізушісіз да, сіз өзіңіз семіріп кеткенсіз, өте қатты семіріп кеткенсіз, ешқандай да фигураңыз жоқ. Қыздар, мен арықтау марафон жүргіземін, TikTok арқылы шығып алып TikTokқа. Мысалы, мен арықтау марафон жүргіземін, сендерге арықтауды үйретемін деп айтқан, ол өтірік болады. Және де оған сіздерге ешкім келмейді. Міндетті түрде сіздерде результат болу керек. Екінші кезекте, сіз мысалы коллаген деген өнім сатайын деп тұрсыз, яғни ол әжімдерге қарсы, мысалы айтып жатырмын. Бірақ сіздің бетіңіздің бәрі әжім басып кеткен, жаңағыда шашыңыздың бәрі уыстап түседі, тырнағыңыздың бәрі сынады, денсаулығыңыз қирап қалған. Ал сіз барып елдерге ешқашанда коллаген өнімін сата алмайсыз. Нәтиже өзіңізде болу керек. Үшінші кезекте, ағылшын тілі мұғалімі болып TikToktан табыс табамын десеңіз, ағылшын тілін жетік меңгермегенсіз, ағылшын тілін дұрыс сөйлей алмайсыз, переводчикті білмейсіз, перевод жасай алмайсыз, сөздерді ұйқастыра алмайсыз, сіз ағылшын тілінен табыс таба алмайсыз. Және де сіздерге айта кететін жағдай, қыздар, міндетті түрде бірінші кезекте өзімізде нәтиже болу керек. Сіздер бүгін TikTok парақшаны ашып, ертең ғана табысқа тауып, адамдар жан-жақтан келе қалады, клиент өнімімді ала салады, маған менеджер болып тіркеле салады деп ешқашанда өтірік ойлап қалмаңыздар. Оның бәрі тұрақтылықтың арқасында, және де өзіңіз нәтиже шығарғанның арқасында келеді. Сондықтан да бірінші кезекте, қыздар, өзімізден бастаймыз, өзіміздің қалыптастырамыз, жақсы әдеттерді қалыптастырамыз, және де қолымыздан келетін істі жасаймыз. Көп қыз келіншектерді мен өте көп білемін, өмірлерін босқа өткізіп жатады. Мысалы, қолынан келмейтін істі жасап жүреді. Мен әйтеуір жетем ғой деп ақшасын құртады, өмірін құртады, уақытын құртады. Бірақ арадан 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл өткен кезде сол кісілер басқа бір жаңаға неге түседі, жолға қарай түседі. Яғни мысалы, мен өзімде болды, менің командамда бір қыз болды да, күшті жұмыс жасап, күшті болғанда қиналып жетіп жүрді да, бірақ ол орнын бұл компанияда таппады. Бұл басқа неге қарай ауысты, басқа бағытқа қарай ауысқан кезде ол не істеді? Оның жолы сол жақта бағы жанып, сол жақта өсіп, өніп, сол жақта миллиондаған табыстарға шығып кетті. Оның барлығы біздің орнымыз емес. Это не мое дейді ғой, орыстар, дәл сол сияқты. Мен сіздерге айтпаймын, қандай да бір сетевой компания болсын, қандай да бір психология болсын, қандай да бір мұғалім болсын, кез келген адамның барлығы 100% лидер болып кетпейді. 100% лидер болып кетпейді. Неге? Себебі көпшілігінде лидерлікке қабілеті болмайды бірінші кезекте. Біреулер лидерлікке қабілет болмайды. Екінші кезекте адамдардың көбісі шыдамай, тұрақтылық болмай, жарты жолдан тастап кетіп жатады. Үшінші кезекте ол кісінің орны бұл жерде емес. Ол көп адам түсінемін, барлығымыз жетістікке жеткіміз келеді. Барлығымыз миллиондап ақша тапқымыз келеді. Барлығымыз өмірімізді өзгерткіміз келеді. Но бірақ, қыздар, сіздер осыны біліңіздерші, әр адамның өзінің орны бар. Мысалы, біреу тігіншілікке қабілетті. Тігін тіккенде өте күшті тігеді киімдер. Мысалы, мен киімді тіге алмаймын. Егер де сіз мынаны ұмытпаңыз, мамандық таңдаған кезде, бизнесті таңдағанда сіз просто ойланыңыз. Менің қолымнан не келеді? Мен нені жасай аламын? Егер де сіз Instagram парақшаны жүргізетін мықты сторис түсіргіңіз келсе, сіз Instagram парақшаны қолға алу керек. Егер де сіз күшті контенттер түсіре алсаңыз, видео монтажды ұнатсаңыз, демек сізге жаңағы сторис мейкер, рилс мейкер болып, адамдарды фотосессия жасап не істеу керек, өзіңізді дамытуды мен сіздерге кеңес беремін. Егер де сіз ағылшын тілін жетік меңгерген болсаңыз, ағылшын тілінен курстар оқытқанды кеңес беремін. Мысалы айтып жатырмын, егер сіз сетевой компанияға қабілетті болсаңыз, сетевой компанияның өнімдерін сатуды кеңес беремін. Дәл сол сияқты өмірлеріңізді құр босқа ананы жасаймын, мынаны жасаймын деп шапқылап жүрмей, фокустарыңызды бір жерге қойыңыздар, және де отырып өз-өздеріңізге сұрақ қойыңыздар. Менің қолымнан не келеді? Мен нені жасай аламын? Деп, мысалы, әр адам әр түрлі нәрсеге қабілетті болады. Мысалы, менің командамда қыздар болды.
ешқандай да витамин шай сата алмады да. Мысалы мен оларға жаңа тиктокта да үйреттім, инстаграмда да үйреттім, барлығын жан жақты үйреттім, бірақ алып кетпейтін адам оны алып кетпейді екен. Оған энергия құрттым, қаншама уақытым кетті, қаншама аузым ауырды, бірақ алып кетпейтін адам алып кетпейді. И ол адам басқа жолға түсіп кетті, мысалы басқа жақтан орын тапты. Сондықтан да мен сіздерге айтатыным, бұл энергия деген өте қиын. Мысалы біздің энергиямыз бірінші кезекте біздің бала шағамызға керек, жолдасымызға, отбасымызға, бауырларымызға керек қой, бірақ сол біздің энергиямызды көшедегі жаңа қазір команда құру өте қиын. Себебі жаңа командаңда мысалы 30 қыз болса, ол сенің 30 қызың, 30 балаң сияқты. Сен олардың барлығына жылы сөйлеу керексің, жақсы қарау керексің. Біреуіне жақсы сыйлық беріп, екіншісіне дұрыс сыйлық бермесең, ол ренжіп шығады. Мысалы да біреуді чаттан мақтап, екіншісін мақтамай қойсаң, ол ренжіп шығады. Сондай проблемалар бізде өте көп болады. Мысалы арамызда түсінбеушілік болып жатады ғой. Дәл сол сияқты команда өсіру ол оңай деп айтпаймын. 100% болса 80% энергияңды соған бөлесің. Команда өсіру балаңды өсірумен бірдей. Мықты не үшін барлығымыз лидер болмаймыз, неге бәріміз табысқа шықпаймыз? Себебі оны лидерлікті дамытуға, не қылуға не істейді, бізде білім жеткіліксіз болып қалады. Яғни мықтап команда ұстаймыз да, бірақ құрамызда, бірақ сол команданы ұстап қалуға бізде білім болмай қалады. Сол білім болмағанның арқасында уақыт өте келе командамыз құлдырап, құрдымға кетіп жатады. Сондықтан да қыздар, мен сіздерге айтатыным, жалпы энергияларыңызды өсетін, сізді бағалайтын, және де жұмыс жасаймын, ақшаға мұқтаж жандарға ғана бөліңіздер. Шынымды айтайын, ақшаға мұқтаж жан міндетті түрде ол бизнесті жасайды. Егер де мен сіздерге айтамын да, көп қыз келіншектер неге табысқа шықпайды? Не үшін көп қыз келіншектер табысқа шықпай жатыр? Ойланыңызшы, барлығымыз бір чатта отырмыз, барлығымызға бір ақпарат беріп жатыр. Неге біреуіміз өсіп жатырмыз, неге біреуіміз өшіп жатырмыз? Себебі көпшілік чатты ашып қарамайды, чатқа келген ақпаратты қарамайды, даже чатта берген тапсырманы да орындамайды. Біз қалай табысқа шығамыз? Әрине біз табысқа шықпаймыз, көптің бірі болып жүре береміз. Сондықтан да көптің бірі болмауды сіздерге кеңес беремін. Сіздер өзгеше болыңыздар, дара тұлға болыңыздар. Және де сіздерге айтатыным, қыз келіншектер, біреуден копировать етуді қойыңыздар. Мысалы, Айгерім бүгін сториске былай шықса, мен де солай шығам, Айжан былай істеді, мен де былай істеймін деген болмайды. Сіздердің өздеріңіздің жеке қабілеттеріңіз бар, өздеріңіз ерекше болыңыздар, елге ұқсамайтын сондай дара болып қалыптасуға, біреуден көшірмеуге, ерекше болуға міндетті түрде тырысқанды сіздерге кеңес беремін. Алда күшті сабақтар болады, қыздар. Міндетті түрде мені қолдап қойыңыздар. Керемет ақпараттармен бөлісемін. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Күнделікті жаңа сабақтар салып отырмын. Алдағы сабақтарды қарап, конспект жазып алыңыздар. 80-20 деген статистика бар. Мен сіздерге 100% ақпарат айтып жатырмын. 80%-ін, 20%-ін қабылдайсыздар, 80%-ін қабылдамауларыңыз мүмкін. Бірақ сіздер мынаны ұмытпаңыздар. Кез келген сабақта сізге 100% әсер етпесе де, соның ішінде бір-ақ сөз әсер етіп, сіздің өміріңізді өзгертіп жіберуі мүмкін. Сондықтан да баршаңызға сәттілік тілеймін. TikTok арқылы миллион теңге табысқа шығыңыздар. Егер де сіздер Шымкент қаласында болсаңыздар, жеке кездесу жасап, менімен менторствоны алсаңыздар болады. Менторствоның құны 30 000 теңге, бір айда 4 рет кездесеміз. Бір айда 4 рет кездесу 2 сағаттан болады. Жеке жұмыс жасаймын, TikTok аккаунтты ашу, қалай жұмыс жасау, қалай видео түсіру, қалай TikTokта рекке шығу, қалай өнімдеріңді қорықпай елдерге ұсыну, қалай команда жасақтау, TikToктан келген клиентті қалай дұрыс ұстап қалам деген сияқты бүкіл сұрақтарыңызға менен жауап ала аласыздар. Бірақ ол жеке кездесуде ғана. Егер сіз өзге қалаларда тұрсаңыз, онлайнда оқысаңыздар болады, қыздар. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет.